Берекені көктен емес, еткен еңбектен тілеген Досан Қасенов ара шаруашылығын дамытып, табиғи таза өніммен Шығыстың өңірін қамтамасыз етіп отырған кәсіпкердің бірі. Омартасы аудан орталығы Үлкен Нарын ауылынан 50 шақырым қашықтықта Алтай тауының бөктерінде орналасқан. Тас жолдан бұрылып, тау ішіндегі 20 шақырым жолға 1 сағаттан астам уақыт жұмсап, діттеген жерімізге жеттік. Атқарылып жатқан қызу жұмысты өз көзімізбен көруге мүмкіндік туды. Әсіресе аптап ыстықтар бал өндіруге өте қолайлы дейді омарташылар. Елімізде бал өндірісінің 70% осы шығыста. Әсіресе Катон қарағайының балы әлемдегі сұранысқа ие өте. Өйткені бұл тауларда ерекше өсімдіктер, әсіресе емдік қасиеті бар шөптер өсетіндіктен балдың да сапасы арта түсетіні белгілі. Это была плохая погода. Дожди. Осы күнге дейін ауа райы қолайсыз болды. Жаңбырлы күндер ұядан бал алуға мүмкіндік бермеді. Күннің ыстығын пайдаланып бал жинап жатырмыз. Катон қарағайдың балы сұранысқа ие екенін барлығы біледі. Себебі тауда өсімдіктердің алуан түрі сапалы өнім алуға жағдай туғызып отыр. Дәрілік шөптерде бұл маңда өте көп. Осындай табиғаттан нәр алған аралардан тамаша дәмі тіл үйіретін бал аламыз. Бұл жердің өзі ара шаруашылығымен шұғылдануға арналғандай. Бүгінде бал өнімдерін өндіріп экспорттауды алдына жан салмайтын аймақ шаруалары аталмыш саланы ежелден кәсіп қылған. Жүйелі жұмыстар нәтижесінде өңірдегі омарта шаруашылықтарының саны едәуір артқан. Ара шаруашылықтарын дамытып, омарта өнімдерінің өзіндік бренд қалыптастырған аудан. Төр Алтайдың емге дәру шөбі жайқалған бөктерінде асыл тұқымды омарта шаруашылығын дамытып отырған кәсіптің иесі Досан 500-ге жуық ара ұясынан жылына 15 тоннадан астам бал өндіруде. Вот здесь вот у нас находится пасека. Міне, осы жерде омартамыз бар. Тауда орналасқандықтан сапалы бал өнімін алуға мүмкіндік туып отыр. Алуан түрлі өсімдіктер мекені десе де болады. Бал арасын өсіру оңай емес. Бұл жұмыс тиянақтылықты аса қажет етеді. Қазір осы жерде 200, ана қыратта 300-ге жуық ара ұясы бар. Омарташылар осы жерде тұрып еңбек етеді. Бал жинайды. 15 тонна балды осы омартамыздан аламыз. Сондай-ақ өзге омарташылардан 25 тонна балды сатып алып, өзіміздің цехқа өңдеп, ыдысқа құйып, өнімдерімізді сататын арнайы ашылған нүктелерге жібереміз. Әрине, балдың сапасы жоғары болып, тіл үйіргенді ғана тұтынушыларын табары сөзсіз. Содан болар елімізге туристік сапармен келген шетелдіктер де қазір алдымен Алтай балын іздейтін болған. Алтай балы бүгінде бірі ғана шығыстың емес, бүкіл еліміздің бетке ұстар брендіне айналды. Алғашқы аралар Қазақстанға осыдан 1,5 ғасыр бұрын Өскеменнің іргесіне әкелініп, қолға үйретіле бастапты. Сондықтан да Шығыс Қазақстан облысы күні бүгінге дейін еліміздегі омарта шаруашылығының отаны саналады. Ал Қазақстанда өндірілетін бал өнімдерінің 70% осы өңірге тиесілі. Медицина атасы Ибн Сина жастығыңды сақтағың келсе, жиі бал же деген қанатты сөзін жадымызда ұстайық.